Қайырлы күн. Қалайсыздар? Менің Гүлнара Уалина каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымнан түрлі тәттілердің, салаттардың, тамақтардың рецептін таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Мен бүгін сіздерге шербет деген бәліш жасап көрсем, ол үшін оған қажет заттар міне көз алдарыңызда тұрғандай 180 грамм сары май, 5 үлкен ас қасықпен қант, бір жұмыртқа қажет, және разрыхительді қосып аламыз, ұнымыз қажет. Мінекей. Разрыхительді қосып ұнға бұлғап қойдым. Енді бір жұмыртқамды осылай жарып пайдаланамын. Міне. Бұл жерде сармайымыз бөлме температурасында болу керек. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойыңыздар. Үй температурасында тұрған сармайды осылай жақсылап қантпен, жұмыртқамен араластырып аламыз. Бұл тестті жасаған кезде өте жақсы жұмыс жасауға болатын тесті. Бұл мен кез келген бәліш пісірулеріңізге болады, печенье пісірулеріңізге болады. Біз күнделікті жасайтын жаңағы сүзбелі бәліш болсын, қаймақпен жасалған бәліш болсын, жаңағы банофи пай, түрлі бәліштер бар ғой, солардың барлығын жасауларыңызға болады. Енді осыдан кейін разрыхительді қосылған ұнымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне нәтижесінде осындай қамыр шықты. Оны осылай ортасына қойып, қолымызбен бір тегіс етіп жайып аламыз. Менің бұл жерде тапамның диаметрі 24 сантиметр. Бұған көп зат қажет жоқ. Жасалу жолы өте оңай. Және бір жасағына шығатын пирогтардың бірі бұл. Осы шеттерін шығара отырып, барлық жеріне біркелкі етіп жайып аламыз. Міндетті түрде қолдарыңмен шетін шығарып алыңыздар. Енді одан кейін шанышқымен осылай тесіп, оның бетіне бұл жерде бізге қажет заттар 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік және 100 грамм жаңғақ. Алдын ала осы дәндеріңізді, кепкен жемістеріңізді жуып, кептіріп, турап дайындап қоямыз. Соның барлығын осылай салып жатырмыз мінекей. Барлық жеріне біркелкі етіп саламыз да. Барлық жеріне жеткілікті. Одан кейін бетіне қойылатылған сүтімізді құятын боламыз. Бұған бір қаңылтыр қойылатылған сүт керек міне. Сон барлығын осылай барлық жеріне жеткізіп құйып шығамыз. Барлық жеріне жетпейтін болса, кейбір жетпеген жерлер болатын болса, қасықпен жеткізіп бетін тегістеп аламыз. Шай ішуге өте дәмді пирогтардың бірі. Кез келген уақытта қонақ шақырған кезде осыны жылдам жасап жіберулеріңізге болады. Жаңағы тестімен жасайтын болсаңыз, нандарыңыз өте жұмсақ, үгілмелі болып шығады. Сондықтан осыны жасауларыңызға сіздерге кеңес беремін. Менің балаларыма өте қатты ұнайды, жанұяма. Сіздердің де жанұяларыңыз ұнайды деп ойлаймын. Осы барлығын құйып болғаннан кейін жиегін өстіп қолмен біркелкі етіп басып шығамыз. Жиектері дұрыстамағаннан кейін көбісі шеттері ирек-ирек дұрыс болмай қалады. Ал мынандай басып қоятын болсаңыз, жиектері біркелкі болып піседі. Енді осы дайын болған пирогымызды 35-40 минутқа 180 градусқа салып пісіріп аламыз. Міне, нәтижесінде осындай пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Мені қолдап лайк басып кетіңіздер. Құрамы да өте оңай, қолжетімді ас болсын.